Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай самсалар дайындайтын боламыз. Соңына дейін көріп, арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Ең әуелі айранымызға содамызды қосып, көлемі үлкейгенше араластырамыз. Ашыған айран болса тіпті жақсы болады. Тұзымызды қосып, тағы бір араластырып қоямыз. Ұнымызға сары майымызды қосып, осылай крошка дайындап аламыз. Және айранымызды қосып, қамыр илейміз. Қамырымызды демалуға жарты сағатқа қоямыз. Салмасына кез келген етті қоссаңыздар болады. Мен тауық етін қостым. Және пияз, тұз, қара бұрыш, зіра. Қалаған дәмдеуштеріңізді қосып дайындасаңыздар болады. Осымен салмамыз дайын. Жарты сағаттан соң қамырымызды аламыз және бірнеше бөліктерге осылай бөлеміз. Қатты үлкен емес қылып жаямыз. Және салмамызды салып, осылай домалақ етіп біріктіріп, астын жақсылап біріктіру керек, себебі ашылып кетуі мүмкін. Жұмыртқамызды жағып, қалағанша мак, болмаса күнжіт сепсеңіздер де болады. 180 градуста 25 минутта осылай сарғайтып пісіріп аламыз. Осымен самсамыз дайын. Сіздермен болған Айдана.